Сәлем достар, бұл жолғы видеом менің мамандық туралы болмақ. Яғни қазіргі барлық абитуриенттер үшін ең маңызды, өмірдегі ең маңызды, яғни адам қателеспеу керек деген екі нәрсе бар дейді ғой. Біреу осы мамандық, біреу жар таңдау. Енді мамандық ол сенімен бірге өмір бойы болады. Сен не таңдадың, солмен бірге жұмыс істейсің. Қандай бақытта екені өзіңе қалай болатыны туралы. Жалпы мамандық бұл адамның өмірінің бір бөлшегі сияқты. Сен қандай да бір мамандық таңдасаң, ол қандай болсын, сен оны сүйіп жасауың керек. Көп адамдар қателеседі. Яғни өзінің өмір жолында нені жақсы көретіндігін, нені жасаса ғана оның рахат алатындығын түсінбейді көп адам. Бұлай күнделікті өмірде ондайларды көреміз. Сол себепті мамандықтан қателеспеу қажет. Мамандық ол сенің сүйіп істейтін ісің болу қажет. Сен оны барынша жақсы көруің қажет. Егер сен мамандықты басқа біреудің айтуы бойынша, мысалға, сен мына мамандықты таңдасайшы, саған жарасады, бойың да ұзын, былай, немесе мына мамандықты таңдасайшы, оның ақшасы көп, немесе мына мамандықта жұмыс көп, жұмыс табасың деген сөздер көп естиміз. Қазір енді абитуриенттердің барлығы соны көп естиді. Мен де соның бірімін. Былай айтсақ, қазір маған мамандық ұбт-дан гөрі маңызды болып тұр. Мен ұбт-ға бұлай мамандықты өмірімнің бір бөлігі болғандықтан ұбт-ны бұлай ойламаған едім. Мамандық мен үшін өте маңызды. Күн үстіне ойласаң да мамандық кім болсам екен, қандай мамандық таңдасам ғана мен жақсы маман, қандай мамандық таңдасам ғана мен оны сүйіп істей алам деген ойлар, сұрақтар басында толып жүр. Не айтсам болады? Мамандық маған мен негізінен барлығына, жалпы жақындарыма да, үйдегі ата-анама, ағама да, тума-туыстарыма да, достарыма да, сыныптастарыма да, барлығына мен дәрігер болам деген едім. Неге мен олай дедім? Себебі дәрігер маманы өте ауыр іс. Мен бірақ соған қарамай, дәрігер болу, ақ халат кию, басында ақ қалпағымен әрбір жанның өмірін өлімнен арашалау, оларға көмек беру, және оларды емдеп жазу, қуанту, соның барлығы мен үшін өте бір керемет іс болып көрінді. Мен дәрігер мамандығын қатты жақсы көрем. Бірақ білмеймін, бір сол дәрігер болайыншы деп сол жолға түскім келгенімен бір дене тартып тұрады. Ол мамандық қиын мамандық. Өйткені сен адамның өмірімен жұмыс істейсің, және оның оқудың өзі де қиын, және оны 7 жыл оқисың, кем дегенде 7 жыл оқып шығасың бұл мамандықты. Және бұл мамандықтың, бұл дәрігер мамандығының түрлі салалары бар. Окулист, педиатр, гинеколог, уролог, лор, психиатр, қаншама түрлі мамандықтары бар, салалары бар. Бірақ оның қайсы боларын білмейсің. Өйткені енді мүмкін оқи келе сен қайсысын бірінен ұнатарсың, алып кетерсің, бірақ қазір мен үшін барлығы бір маңызды нақтырақ алған дұрыс сияқты. Мен мысалға дәрігерді алдым, бірақ әрі қарай кім болам? Қандай саланы таңдаймын деген сұрақтар туындайды.
Мен кішкентай кезімнен түрлі мамандықты армандаған едім. Өсе келе дәрігер болғым келді. Осы соңғы жылда, мен деген соңғы жылдықтарда дәрігер боламын шешкенде едім. Үйдегі ата-анам да қарсы емес. Тек жылы көп емес пе деп айтады, бірақ мен оған жылға ештеңеге мән бермеймін. Ақшасы да бір жағынан көптеу, дәрежесі де жоғары мамандық болғандықтан мен соны таңдағым келді. Бірақ соңғы күндері ойлай келе мен басқа мамандықты, тіптен бөлек мамандық таңдағым келіп кетті. Мен оны кішкентай кезімнен армандайтын едім, бірақ өскен сайын сенің талғамың да талабың да өзгереді. Ол мамандық мұғалім деген мамандық. Мұғалім да оңай мамандық емес, оңай шығарма емес, ол да үлкен жауапкершілікті талап ететін мамандық. Баламен жұмыс істейсің, түрлі балалар болады. Біреуі жақсы болса, енді біреуінің түрлі мінездері көрсететін болады. Және қазіргі заманда білетін шығарсыздар, мұғалімдердің жалпы қағазбастылық деген көп, қағаз көп жазады. Білмеймін енді. Менің таңдауым бірақ осыған түседі. Мен жалғыз мектепте емес, жоғары оқу орындарында да сабақ бергім келеді. Түнімен алдында бір ретте ойлап шықтым мен. Кім болады екен? Ұйқым келмеді енді. Ұйқым келмегесін адамда түрлі ойда болады ғой. Кім болсам екен? Дәрігер болсам екен, бірақ дәрігер мен қаламайтын сияқтымын. Маған мына 8 сыныптан бастап мен дәрігер боламын деп шешкен едім. Нақтырақ дәрігер таңдаймын деп. Ол кезде біздегі 8 сыныпта адамның денесін, адамның құрылысын оқитын едік. Соған қызықтым бекен. Менің анам медбике, ағам сол медакадемияда оқиды, медте. Мүмкін соған қызықтым бекен, еліктедім бекен, білмеймін. Солай деп шешкен едім. Бірақ мен қазір тіптен бөлек мамандықты таңдағым келіп отыр. Енді соны айтсам, әкем қарсы емес, бірақ мамам менің ақ халат кигенімді, ағам сияқты болып жүргенімді қалайды. Жалпы туыстарымның көбісі солай менің дәрігер болғанымды қалайды. Ағама айтып едім, тіптен ол шошып кетті. Сен бізге түсесің, жоқ, менің қасымда боласың, қолда бар мүмкіндікті жіберме дегендей. Қазір қарасам мұғалімнің, маған барлығы да мұғалім сияқты болып көрінеді. Бірақ білмеймін, мен өзім таңдасам, мүмкін басқаша қылармын деп ойлаймын да. Жалпы осындай менде деген түрлі нәрселер болып жатыр басымда. Не таңдарымды, кім боларымды әлі білмей жүрмін. Сондықтан мамандық өте маңызды. Егер бұның ондай маңыздылығы болмаса, кез келген таңда жүре беретін едім. Бұл сенің өмір бойы бірге болатын мамандығың, бірге болатын нәрсе. Ұнататын іспен айналысу қажет. Мен ұнатпайтын істі жасар едім, бірақ бұл ешқандай мысалы қуаныш пен шаттыққа келмесе, оның пайдасынан зияны көбірек. Осылай. Мүмкін сен де ойланарсың, сен де қарап көрерсің. Нақтырақ адам шешу керек. Өткені ертең қателессең, саған қиын болады. Міндетті өте қатты қиын болады. Мен солай өзім ойлаймын. Көбісі айтады, басты диплом ғой, жұмысқа кірсең болды ғой дейді. Бірақ маған олай емес. Неғұрлым мамандығыңның жақсы болғаны дұрыс. Кез келген жұмысқа кіріп жүре беруге болады әрине. Барлығы сияқты күнделікті өмір сүруге де болады. Бірақ мен үшін мамандық өте маңызды. Оны ала салатын нәрсе емес. Сондықтан мұқият болу қажет. Барлығына көбінесе ата-аналар әсер етеді. Барлық оқушыларға, абитуриенттерге ата-аналар, туысқандары, немесе бір оқиға көріп қалса, немесе бір оқиға кездесіп қалса, ол соған себепші болуы мүмкін, мамандығының өзгеруіне. Солай да болады. Мен ойымша көбінесе өзіңнің жүрегіңнің қалауын, басыңның нені істегісі келеді, нені жасағысы келеді, соны тыңдаған дұрыс деп ойлаймын. Және шешіміңді бұл жолы ешқандай қатесіз шешуің қажет.
ертең оқуға түскенде сен сүйетін пәндерді оқығаның дұрыс. Егер ол сүймейтін пән болса, онда сенің ертең болашақта онымен байланысы болатын болса, онда сенің мамандығыңды дұрыс таңдамағаның болып табылады. Мен солай ойлаймын. Бұның барлығы менің ойым, жалпы айтқанда. Сен де ойланып қарап көресің, мүмкін сен дәрігер болғың келетін шығар. Сен ойлап қара. Мүмкін сен бір жоғарыда бастық болып отырғың келетін шығар. Ол үшін сен не істеуің қажет? Сондай сұрақтарға жауап беруің қажет. Мен енді әзір нақты шешімім жоқ, әлі 10 күндей уақыт қалды, әлі дұрыстап ойлануым қажет. Сіздерден де, сенен де көмек сұраймын. Қайсын таңдаған дұрыс, қалай болған дұрыс деп. Енді білмеймін енді қалай болатынын. Мен сенің де осы видеоны қарағандықтан саған рахмет айта отырып, осы видеодан астына комментке өзіңнің не боларыңды жазып кетсең демекпін. Сен мүмкін не себепті таңдайтындығың жайлы да толығырақ жазсаң риза болар едім. Және маған сенен кеңес сұраймын. Қандай мамандықты таңдаған дұрыс деп ойлайсың? Соңына дейін қарағаның үшін саған рахмет. Алда да әлі талай видеолар болады деп сенімді айта аламын. Сау бол.